Достар, видеоны көруге қызығушылық танытқандарыңызға рахмет. Еліміздегі халықтың басым бөлігінің басында несие немесе бөліп төлеу бар екендігі құпия емес. Сол себепті бұл видеода өзімнің бөліп төлеуге, яғни рассрочкаға қатысты кеңестеріммен бөлісіп, қалай үнем жасауға болатындығын айтатын боламын. Кез келген адам бөліп төлеуді алғаннан кейін тезірек одан арылып, уақытынан бұрын қарызын жауып тастауға тырысады. Көпшілік адамды бөліп төлеуге тезірек жабуға екі зат итермелейді. Біріншіден, ол психологиялық қысым. Қарыз алушы тезірек қарыздарынан құтылып, мойнына артылған жүктен, ауыртпашылықтан арылғысы келеді. Екіншіден, көпшілік адам бөліп төлеу арқылы пайыздан үнемдеймін деп ойлайды. Алайда, өздеріңіз де білесіздер, бөліп төлеу бұл несие емес. Несие алған кезде сіздер алған ақшаның үстіне қосымша ақша, яғни пайыз төлейсіздер. Ал бөліп төлеу кезінде ақшаны қолданғаныңыз үшін банкке ешқандай үстеме пайыз төлемейсіз. Сол себепті, егер сіз бөліп төлеуді алдын ала жапсаңыз, сіз ешқандай да үнем жасамайсыз. Тіпті сіз шамамен 8% ақшаңызды жоғалтып алуыңыз да мүмкін. Қалай екендігін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге қарапайым мысалмен түсіндіріп өтетін боламын. Видеоны жалғастырмас бұрын, каналдың жаңа көрермені болсаңыз, каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Алдағы шығатын видеоларды бірінші болып көру үшін қоңыраушаның үстінен басып қойыңыз. Сонымен қатар лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Енді сұрақтардың жауабын алуға кірісейік. Егер сізде бөліп төлеуді алдын ала жабуға мүмкіндік болса, яғни жеткілікті қаражатыңыз болса, олай істемеңіз. Сіздерде неге деген сұрақ туындауы мүмкін? Жауабы оңай. Егер сіз осы бар қаражатты депозитке аударып, ай сайын сол депозиттен бөліп төлеуге деген керекті қаражатты алып төлеп отырсаңыз, бөліп төлеу мерзімі аяқталған кезде сіз үнемдейтін боласыз. Осындай үнемнің қайдан шығатынын түсіну үшін өмірден мысал келтірейік. Мысалы, сіз 80 мың теңгенің затын бір жылға бөліп төлеуге алдыңыз делік. Яғни сізде шамамен 6700 теңгедей ай сайындық төлем шығады. Сізде осы бөліп төлеуді жауып тастайтын 80 мың теңге пайда болса, қарызыңызды жабуға асықпаңыз. Орнына осы ақшаны депозитке салыңыз, сонда сіздің төлем мерзіміңіз аяғында шамамен жалпы төлемнің 8%-ын үнемдейтін боласыз. Қалай екендігін келесі суреттен көре аласыздар. Суретке назар аударсаңыз, бұл интернеттегі көп депозит есептейтін калькуляторлардың бірі. Бұл калькуляторға мен өзімнің 80 мың теңгемді инвестициялағым келетіндігін жаздым. Депозиттің үстінен түсетін пайыздық сыйақы шамамен 14% деп белгіледім. Ол сыйақы ай сайын депозит ашылған күні түсіп отыратын болады. Сонымен қатар, ашылған күн қанша уақытқа ашатындығымды да жаздым. Яғни, бұл жағдайда депозитті бір жылға ашамын деп жаздым. Және ай сайын бір рет ақша шешіп алып отырамын деп көрсеттім. Оның төменгі жағына бөліп төлеуге жұмсайтын 6667 теңгені ай сайын шешіп аламын деп көрсеттім. Байқасаңыздар, суреттің соңында калькулятор депозит мерзімінің соңында 6466 теңге қалатындығын көрсетеді. Осылайша, сіз бөліп төлеуді уақытылы төлеуді жүзеге асыратын болсаңыз, сізге сол уақыт аралығында депозиттен 6466 теңге пайда түсіп қоятын болады. Ол дегеніміз бөліп төлеудің 8,3%-ын құрайды. Яғни, бөліп төлеуді ерте жаппай, оны жабуға кететін қаражатты депозитке салатын болсаңыз, ақшаңыздың шамамен 8,3%-ын қайтарып ала аласыз. Бұл кеңес сіздерге пайдалы болады деп үміттенемін. Назар салып видеоны соңына дейін қарағандарыңыз